Қайырлы кеш, YouTube көрермендері. Бүгін сіздермен бөліскім келіп отыр. Балықтан жасалған котлет. Өте күшті, дәмді, жұмсақ, сочный. Міне, бізде мына щука балығы. Соның басын кесіп алып тастаймыз. Жақсылап жуып тазартып алдым. Көріп отырсыздар өздеріңіз. Басын бөлек кесіп алып тастаймыз да, таза етін аламыз. Қабырғасын бөлек аламыз. Қабырғасын сүйегімен бөлек алып тастаймыз. Терісін де бөлек аламыз. Менде 450 грамдай ет шықты. Міне мясорубкадан өткізіп жатырмыз. Биязымыз бар, чесногымыз бар. Міне өткізіп болдық. Енді тұзымызды саламыз, қара бұрышымызды, еще бір жұмыртқа. Менде жұмыртқа, үйдің жұмыртқасы сап-сары керемет. Міне енді осыны котлеттің формасын жасап, ұнға былғап, бәрін әзірлеп аламыз. Бәрін жасап, міне сол енді ұнға орап алып жатырмын. Болдық. Енді міне газымызды жақтық, майымызды құйдық. Котлетімізді пісіріп жатырмыз. Бірінші бір жағын пісіріп аламыз да, содан кейін екінші жағын аударамыз. Міне, екі жағы да пісті, түсіріп алдық. Енді подливка. Подливкаға томат салдым, қыздар. Бір қасық томат. Содан кейін биязымызды қуырдық. Морковымызды уақыт-теркадан өткізіп, бетіне котлетімізді салып, бұқтырып қойдық, қақпағын жауып. Кішкене су құйдық, қыздар. Кішкене бір орта стакандай су құямыз. Буға парт етеді, өзі жеп-жұмсақ болады, керемет. Міне, сочный керемет подливкасын бетіне құйып, өте күшті, осылай пісіріп қараңыздар. Керемет, тәп-тәтті дәмі. Сіздерге де осылай пісіріп көруге болады. Не менің рецептіме қарап пісіріңіздер. Лайк басып, комментария жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Міне керемет, қыздар, көріп тұрсыздар өздеріңізбен. Достарыңызбен бөлісіңіздер осы рецептімен. Келесі кездескенше сау болыңыздар.